Құрметті тыңдармандар, дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклын жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, біздің студиямызда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты директорының орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты Фазылжан Анар Мұратқызы. Және сұхбат жүргізуші мен Самат Қордабай. Анар ханым, студиямызға хош келіпсіз дейміз тағы да. Бүгін орфоэпиялық нормадан ауытқулар деген тақырып жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы орфоэпиялық нормадан ауытқулар деген не мағына береді? Сол жайлы айтып берсеңіз. Самат, орфоэпиялық нормадан ауытқулар деген мағынасы өте зор. Қазіргі кезде ауызша сөзбен жазбаша сөздің формалары бар деп айттық қой. Соның ішіндегі ауызша сөздің мәдениеті төмендеп бара жатқанын мына тілтанушылар байқап отыр. Өйткені шынын айту керек, бүгінгі күні бір отбасында тұрып әкесімен баласы сөйлеспейтін бір сондай бір келеңсіз заманға тап болдық па деп ойлаймын. Мүмкін заман емес шығар, біздің өзімізден шығар. Мысалы, бір дастархан басындағы апасы мен сіңлісі, бауыры мен інісі сөйлеспейді, бәрінің қолында бір қол телефон, бір ауызша айтып жеткізгеннен гөрі телефонда отырып WhatsApp-пен жазасың, жылдамырақ жауап беру мүмкін. Өте дұрыс айтасыз. Сондықтан дыбыстарды дұрыс айту нормасы деген мәселе күннен күнге күрделі болып бара жатыр. Енді орфоэпиялық нормадан ауытқулар дегеніміз міне кез келген тілдің жүйесіндегі дұрыс дыбыстау ережелерін бұзу деген сөз. Дыбыстарды дұрыс айту тәртібінен ауытқу деген осы мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде шындығын айту керек, біз ауызша сөзді көбіне көп бейресми қатынастағы ауызша сөзді ол дастархан басында естиміз, той жиындарда тілек айтып тұрған қазақтың сөзінен естиміз ауызша сөзді бейресми формасын. Енді тағы да бір оның атауы бар, дайындықсыз сөйлеу дейді ғой. Дайындықсыз сөйлеудің оның ішіндегі бейресми формасы осындай жағдаяттарда кездеседі. Мысал келтіре кетсеңіз, дайындықсыз сөйлеу деген. Дайындықсыз сөйлеуді біз алдыңғы сабақтарымызда айтқанбыз. Дайындықсыз сөйлеу деген аяқ астынан ешқандай дайындалмай сөйлеуге тура келетін ауызша дискурстың жағдаяттары. Ауызша коммуникацияның жағдаяттары. Ол әдеттегідей күнделікті сіздің тұрмысыңызға, дүкенге барған кезде дүкеншімен сөйлескеніңіз, таңертең тұрған кезде отбасыңызбен дастархан басындағы сөйлескеніңіз, жұмыс барысындағы да сөйлесу бар. Жұмыс барысында мысалы қызметшіңізбен сөйлесіп қалғаныңыз немесе өзіңізден лауазымы жоғары тұлғамен сөйлескеніңіз, осының бәрі дайындықсыз сөйлеу, аяқ астынан болған сөйлеулер. Ол кезде сіз өзіңіздің айтатын мәтініңізді ойша да дайындап үлгермейсіз. Сол ситуацияға қарай сізге қойылған сауалға дітке сіз жауап бересіз. Ал дайындықты сөйлеу деген арнайы өзіңіздің сөзіңізді ішіңізден дайындап алып, қандай жағдаятта сіз сөйлейтініңізді біліп, қай мәселе төңірегінде әңгіме қозғайтыныңызды біліп сөйлесеңіз, оны дайындықты сөйлеу дейді. Енді дайындықта ауызша сөзде, дайындықсыз ауызша сөзде екі түрлі қатынаста көрініс табатын байқадыңыздар, біреуі ресми қатынаста, біреуі бейресми қатынаста. Осы қандай жағдаятта, қандай қатынас түрінде болмасын көрініс табатын ауызша сөзде орфоэпиялық нормалар сақталған абзал. Егер біз орфоэпиялық нормаларды сақтамай сөйлейтін болсақ, тыңдарман үшін үлкен қолайсыздықтар тудырамыз. Мен қазір жақсы бір мысалдар келтірейін. Әдетте біз ауызша сөздің дайындықты ресми қатынастағы формасын теледидардан көп естиміз, радиодан көп естиміз. Ол біздің журналистеріміздің ауызша сөзі. Мысалы, хабар таратушылардың сондай сөзді естігенде орфоэпиялық нормадан ауытқушылық болып жатса, ол тіпті кешірімсіз. Егер дайындықсыз сөзде, бейресми қатынаста, тойларда мысалы сөздеріне орфоэпиялық нормадан ауытқу болып жатса, кішкене ол тұлғаға, ана жағдаятқа қарай кешіріммен қарауға болады. Эфирдегі журналистің өзі дұрыс сөйлемей тұрса, қарапайым. Міне сіз түсіндіңіз, мен деп қойдым, орысшалап дұрыс емес әрине. Бірақ соған байланысты әсіресе тілтанушыларымыз, қазақ тілінде жақсы сөйлейтін, қазақ тілін ана тілін ретінде ана сүтімен бойына сіңірген мына қазақтар көп осы мәселені көтеріп жүр. Мынау біздің құлағымызды сарсытты, мынау біздің құлағымызға түрпідей тиеді, әбден тіпті мынау зығырданымды ойнатады дегенде сөздер бар. Өйткені қақылдаған журналистер көбейді. Журналистерге қатысты қақылдаған деген, қазір айтып кетейін, мысалы мынандай деп сөйлейді. Кез келген деп айтады. Кез келген
қыркүйек, шекара, көкөніс деп сөйлейді. Жар қанат дегендей. Жар қанат, иә. Осындай деп сөйлейтін журналистер көбейіп барады. Олар қалай жазылады, солай оқиды. Ал жазуды оқудың, дыбыстаудың тәртібі бар, оның орфоэпиялық норма дейді. Үндестік заңы деп жатамыз. Үндестік заңы, иә. Дауысты дыбыстың әсерімен, сөздердің жігінде, дауыссыз қатаң дыбыстар ұяңданады деген бір қатып қалған ереже бар. Сондықтан кез келген, қыркүйек, шекара, көкөніс, жарғанат болу керек. Осы айтылымды түзеу керек. Осындай норманы түзеу керек. Көп рахмет, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.